Баршаға қайырлы күн. Сіздермен бүгін гүл мантымен осындай дәмді шығатын сыйлы қонақтарыңыздың алдында жүретін қуырдақ жасаймыз. Ең алдымен бізге етімізді турап алу керек болады. Етімізді ұсақтап, ірілеу етіп турап аламыз. Өте майда болмайды, видеода көргендеріңіздей. Мінекей осындай ұсақтап, турап етімізді дайындап аламыз. Содан кейін ең бірінші картошканы қуыру керек болады бізге. Картошкамызды аршып аламыз. Бұны да майда қылмаймыз, ірілеу етіп турап аламыз. Енді осы картошканы екіге бөлеміз, өйткені өте ірі. Осындай көлемде етіп, турап, жуып тазалап, қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Қуырғанда бауырсақ сияқты етіп, сыртын ғана қызартып қуырып аламыз. Шалап пісіріп, тек қана сыртын қуырып аламыз. Видеода көргендеріңіздей осындай болу керек. Бар картошкамызды өсіп, аз-аздан қуырып дайындап аламыз. Содан кейін осы майымызға етімізді қуырып аламыз. Етіміздің бәрін де қызартып, әбден қызарғанша қуырып аламыз. Чесногымызды саламыз. Бұрышымыз, жуамыз. Әбден араластырып, кішкене помидор қостым. Бұны да тағы да 5-10 минутқа әбден араластырып қуырып аламыз. Енді үстіне дайын болған, қуырылып дайын тұрған бағанаға картошкамызды саламыз. Кішкене тұз саламыз. Бұрышымыз. Сіздер қалаған дәмдеуіш салсаңыздар да болады, приправа салсаңыздар да болады. Осыны енді 1-2 араластырып, көп араластырмаймыз, 1-2 ғана араластырып, осыған енді кішкене мөлшерде ғана су қойып, бетін жауып тоқтатып қоямыз. 20-30 минутқа. Енді бізге гүл мантымыздың салмасын дайындаймыз. Салмасына менде кішкене фарш қостым, жуамыз, сәбізіміз, дәмдеуіштер, тұз, бұрыш, кішкене ғана сұйық май. Осыны енді араластырып аламыз. Гүл мантының салмасы дайын. Енді қамырымызды жаямыз. Қамыр менде өзім елеп дайындап қойғанмын. Кәдімгі күнделікті біздің қолданатын мантының кеспеміздің қамыры. Жұмыртқа, тұз қосып еленген. Осыны енді жұқа етіп
бір келка қылып әдемі қылып жайып аламыз. Енді дайын болған қамырымызды кесеміз. Кескенде ұзыншалау етіп кесеміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бәрін осылай кесіп шығамыз. Енді ішіне дайындаған салмамызды салып, гүл манты етіп ораймыз. Әрқайсысының орталарына кішкене етіп салмамызды салып шығамыз. Енді гүл сияқты етіп бұрап шығамыз. Әр кескен қамырымызды осылай салмасын салып, орап, жиегін қыстырып қоямыз. Мантымыздың қамыры осымен дайын. Дайын болған қамырымызды мантаваркаға салып, қайнап тұрған суға 30 минутқа пісіріп аламыз. Дайын. Гүл мантымыз да дайын, тамағымыз да дайын. Бетіне жуа, қаласаңыздар укроп салып, әсемдеп, сыйлы қонақтарыңызға ұялмай тарта берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, арнама тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.